Біз сөз өткелі отырған қазақ биі Қаражорға тарихын балбал тастар мен жартас суреттерінен біле аламыз. Неше мыңдаған жылдардың шертілген шежіресін айғақтап тұрғандай Қаражорға биі бүкіл қазақ халқына тән ең озық би өнеріміз. Оны бір өңірге, шағын топтардың еншісіне тәуелдетіп қоюға мүлде болмайды. Тек қана біраз өңірде ұмыт қалып, біраз өңірде жақсы сақталған қаперге алып қойсақ, сол жеткілікті. Қаражорға биі су төгілмес жорға аттың жүрісіне бейімделіп жасалған. Жігіттер кейде үйде, кейде ат үстінде билесе, қыз-келіншектер далада, үйде өткен тойлардың ортасында билеген. 1934 жылы балетмейстер Әли Ардабустың өңдеуімен Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан спектаклінде қойылғанын назарға алсақ, бүкіл Қазақстан халқына бөтен емес екендігін білеміз. Қытайдағы, Моңғолиядағы, Еуропа, Түркиядағы қазақтар арасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқаны көңіл қуантады. Буын биі болып саналатын Қаражорға биі қазақтың төл өнері, меншікті биі бұған талас жүрмейді. Ұлтымыздың асыл өнерін, мәдениетін келешекке жалғастыру сіз бен біздің өскелең парызымыз болмақ.